Сәлем достар, бүгін біз барлығының көңілінен шыға білген лечо салатын дайындайтын боламыз. Өте ерекше дәмді болып шығады. Құрамындағы барлық заттардың салмағын описанияға жазып кетемін. Ең алдымен жуылған помидорымызды осындай кішкентай бөліктерге бөліп турап алу қажет. Помидорымызды турап болған соң сәбізімізді жуып тазалап, осындай бөліктерге бөліп турап аламын. Маған қолмен тураған ыңғайлы, егер сіздер терка бар болса, теркамен өткізсеңіз де болады. Сәбізіміз бен помидорымызды турап болған соң, помидорымызды орташа отта қайнатуды бастаймыз. Қазанымызға жарты литр май құйып, сәбізді қуырып бастау қажет. Сәбізден алдым пиязды қуырып, артынша сәбізді қуыруға да болады. Бірақ мен бірінші сәбізді, содан соң барып пиязды қуырамын. Қазанның қақпағын жауып, сәбізіміз қуырылғанша пиязды турап дайындап қою қажет. Пиязды екіге бөліп, осындай кішірек бөліктерге бөліп турап аламын. Сәбізім жұмсарып қуырылды, үстінен пиязды салып, жақсылап араластырып, тағы да қуырамыз. Помидорға да пиязға да бір ас қасық тұз салуды ұмытпаңыздар. Қазанның қақпағын жауып, енді пиязымыз қуырылғанша қалған қоспаларды турап дайындап қою қажет. Болгар перецін 4 бөлікке бөліп, әр бөлікті осындай 2-3 бөлікке бөліп, майдалап турап аламын. Чеснокты да 6-7 бөлікке бөліп, осылай жұқалап турап алу қажет. Артынша петрушканы да майдалап турап, егер сіздерде укроп бар болса, укропты да қосып жіберулеріңізге болады. Ашты бұрышымызды осындай жұқалап, турап дайындап аламыз. Сәбіз бен пиязымыз жұмсарып қуырылды, помидорымыз қайнап тұр. Енді осы қайнап тұрған помидордың үстіне жаңағы қуырылған сәбіз бен пиязды салатын боламыз. Салып болған соң жақсылап араластырып, артынша туралған сарымсақты, содан соң петрушка мен ашты перецімізді, одан соң туралған болгар перецімізді салып, жақсылап араластырып алу қажет. Енді салатымыздың дәміне қарай тұз саламыз. Мен 4-5 ас қасық тұз салдым. Тұзын қайта-қайта байқап тұруларыңызға болады. Ұнтақталған қара бұрыш немесе горошек түріндегі қара бұрыштан 1 шай қасық саласыздар. Кастрюлямыздың бетін жауып, салатымызды 20-25 минут қайнату қажет. Дайын болғандығын болгар переці арқылы тексереміз. Жұмсарып пісу қажет. Сонымен менің салатым дайын, перецім жұмсарды. Енді салатымызға нәзіктеу дәм беру үшін 4 ас қасық шекер саламын. Алдын ала стерилизовать етілген банкаларға осылай құйып, крышкасын жауып, бұрағыштың көмегімен бұрап, жауып аламын. Осы рецепт бойынша менде 10 литр шықты. Өте ерекше нәзік салат болып шығады. Әсіресе ер кісілер қатты жақсы көреді. Сіздерде өз рецепттеріңізбен комментарийде бөлісе отырыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Әлі де түрлі рецепттермен бөлісетін боламын.